Сәлем достар, психобум арнасына қош келдіңіз. Мінез ерекшелігіңізді сізді қай айда дүниеге келгеніңізге байланысты. Осы жайлы сіздерге айтатын боламын. Арнамды жоғалтып алмау үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қаңтар айында туған адамдар шыдамды әрі жігерлі келеді. Тағдырдың қандай тәлкіге болса да жақындарына салмақ түсірмей, бәрін өз мойнымен көтереді. Бұл айда туылған әйелдер ұяң, бірақ ер мінезді болып келеді. Олар тәкаппар болғандықтан еркіндікті сүйеді. Қай салада болсын биіктен көрінгенді қалайды. Мінездері отбасыларына кейде жайсыздық танытқанымен күйеулерін өлердей сүйеді. Және әрқашан қандай жағдай болса да көмектесуге дайын. Тәтті тағамдар жасауға әуес. Ал қаңтарда туған ерлер болса, әділ әрі жігерлі болғандықтан оларға қиын сәттерде иек артуға болады. Олар тіпті тәуекелшіл, шешімді тез қабылдайды. Өзінен әлсіздерге мейірімділікпен қарайды. Әйелдерге құрмет пен инабаттылық танытады. Өте тәкаппар және ерік жігері мықты отбасына жайлы адам. Ақпанда туғандар тік мінезді, бірақ ұстамсыз келеді. Мінезі көңіл күйіне байланысты құбылмалы. Бұл айда туған адамдар, ер адамдар қиындықтан қорқуды білмейді және тез шешім қабылдайды. Олар кекшіл болғандықтан өзін жәбірлегендерді кешіре бермейді. Әлсіздерді менсінбейді. Ақ көңілділік пен мейірімділік таныта алмайды. Ал әйелдер мейірімді, сабырлы, балажан болады. Отбасына жайлы, бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Ал алдағанды кешірмейді. Наурыз айында дүниеге келген болсаңыз, өте сезімтал және әсершіл жандар. Сәтсіздіктерге тез берілетін болғандықтан қызметтегі өсуі баяу. Егер ол табандылық пен бір беткейлік танытса, көп нәрсеге қол жеткізе алады. Наурызда дүние есігін ашқан ерлердің жандары жараланғыш әрі ақкөңіл, бірақ тәуекелге жоқ. Тағдыр тәлкегінің кедергісіне қарамай, үнемі алға ұмтылумен жүреді. Ал атақ пен даңққа ие болғанда өз дәрежесін көп сақтай алмайды. Мансап бірделі мастанып, беделін әп-сәтте жоғалтуы мүмкін. Біреудің жоғарылауын өзінің жеңілісі ретінде сезінетін іштарлығы да бар. Бұл айда дүние есігін ашқан әйелдер болашаққа бал ашу мен көріпкелдерге көп сенеді және жиі барады. Олар өздерінің сыртқы сұлулығына көп көңіл бөледі де үй тірлігін екінші орынға қояды. Сәуір айында туған адамдарға тән мінез қаталдық. Олар алға қойған мақсаттарына жету жолында батылдық пен табандылық таныта күреседі. Шешімді тез қабылдайды және өзіне өзі есеп беріп тұруды ұмытпайды. Бұларды толғанатын басты мәселе өздерінің тұрмыс жағдайы. Ер адамдар некеге тұру мәселесінде сезімнен гөрі есепке көп көңіл бөледі. Бір қалыпты өмірді сүйеді. Әйелдер үшін тұрмыс жағдайы басты мәселе емес. Ол үшін ең басты адамгершілік пен сыйластық. Күйеуі мен отбасы мүшелеріне құрметпен қарайды. Ақылы мен ашық жарқын мінезінің арқасында көпшілікке ұйытқы болып отырады. Мамыр айында туған адамдар принципшіл, билік құмар және бір беткей болады. Бұл айда туған әйелдер кекшіл, жәбірленгендерді кешіруі қиын. Ажырасуы оңай болғанымен артынан көп өкініп қалады. Бұл әйелдерді жұбайы емес, тұрмыс жағдайы қатты қызықтыратындықтан шаңырақтарының мықты болуы сирек кездеседі. Ал мамырда туған ер адамдар отбасыларына жайлы және отбасын толық қамтамасыз ете алады. Олар қатал мінезді болғанымен, әйелдерінің шағымы мен көз жасы жүрегіне жақын қабылдайды. Әлсіздерге көмектесуге қашанда болса әзір тұрады.
Маусым айында өмірге келгендер уайымшыл әрі жаны тез жараланғыш. Істеген істеріне сергектікпен, байыппен қарайды. Табиғи дарынды, алғыр және мейірімді. Өзінің жақындарына тұйық көрінгенімен, сырт адамдармен ашық жарқын шешіліп сөйлеседі. Дау-дамайдан алыс жүргенді ұнатады. Бұл айда туған ер адамдар қызмет пен махаббатта жолы болғыш. Көрсе құмар, әр нәрсеге қызыққыш, бірақ одан тез жалығады. Тазалық сүйгіш, ал әйелдер үй тазалығына ерекше көңіл бөледі. Әдемі әрі қымбат ыдыс-аяқтарға қызығады. Мереке сайын болмашы сыйлық ұсынған адамдарды өмір бойы мақтап жүруге дайын. Шілдеде туған адамдарға өзімшілдік, ұстамсыздық және шыдамсыздық мінездер тән. Өздерін кісі баласына тәуелді етпей әрі өте тәкаппар. Дос-жарандарының айтқанынан шыға алмайтын көнбіс. Әйелдерге күйеуіне би болуға құмар. Әрқашан бір нәрсеге көңіл толмай, соған жоқ жерден ұрыс шығарып жүреді. Ал ерлер сенгіш келеді, сондықтан жиі қателеседі. Алғашқы махаббатында жолы болмаса, сұр бойдақ болып, ұзақ жүре беруге дайын. Барлық сәтсіздіктерге төтеп бере алады және өз тағдырына өкінбейді. Олар отбасында анасына жақын келеді. Тамыз айында туған адамдар әсершіл, бірбетке қуатты болады. Еңбегі жемісті, бірақ кейде аңғалдығы да бар. Әйелдер өзіне өзі сенімді, қайратты, бірақ уайымшыл, кек сақтамайды. Үй шаруасына пысық. Бұл айда өмірге келген еркектер өте сезімтал болады. Көбіне олардың алғашқы отауы ұзаққа бармайды. Айналасындағылардан мақтау күтетіндіктен өзін сынағанда жек көреді. Өздері онша тұрақты болмаса да, әйелдерін қатты қызғанады. Қыркүйекте дүниеге келген адамдар қызу қанды, жанжалға жақын, әсершіл, үнемі алдына мақсат қойып, соған жету жолын ойлаумен жүреді. Мақсат қойғыш, сыйлық бергенді ұнатады, бірақ ақшаны үнемдеп жаратады. Өзін өзі жақсы көреді. Есепке өте жүйрік. Әйелдер күйеуінен гөрі өзінің жайын көп ойлайды. Тәуелсіздікті жақсы көреді, шыдамсыз. Ұйқыны тәуір көргендіктен жұмысқа жиі кешігеді. Үй шаруасына пысық, тамақты дәмді әзірлейді, үйді айнадай таза ұстайды. Ал ерлер қызғаншақтарды жек көре тұра, өздері өте қызғаншақ келеді. Көрсе құмар, бірақ жар таңдау жолында өте сақ. Өзінің рұқсатынсыз ақшаны жаратқан әйеліне ренжісе де, қомақты қаржыны өзі құмар ойындарға жұмсағанына өкінбейді. Қарызға ақша беруі қиын. Жақсы жағдайда өмір сүргенді өте жақсы көреді. Қазан айында туған адамдар қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Бұл айда туған ер адамдар өтірікке бір табан жақын. Оның өтірігі қайсы, шыны қайсы екенін сезбей де қаласыз. Сөйте тұра өздері өте ақылды. Достықты жоғары бағалайды, қаржы мәселесінде байыппен жұмыс істейді. Шешім қабылдауда көп ойланады және сенімді адамдармен ақылдасады. Бірақ көбіне өз көзқарасын дұрыс санайды. Әйелдер принципшіл болады, есте сақтау қабілеті мықты. Сатқындар мен екіжүзділерді кешірмейді. Өмір бойы шаңырағының шайқалмауы үшін күреседі. Үй шаруасының шебері, өзіне сын айтқандарды жақтырмайды. Қараша айында өмірге келгендер есепке жүйрік, өз тұрмыс жағдайы үшін ұнамсыз істерге де барады. Маңындағыларға сараң болғанымен, соңғы ақшасына қыдыруға дайын. Сол үшін қаржы тапшылығына жиі ұрынады, бірақ онысы өзіне сабақ болмайды. Әйелдер өзін өзі жақсы көреді, тәкаппар келеді. Отбасында өздерін жетекші санайды. Күйеулерімен көбінесе санаса бермейді. Жар таңдау жолында ынжық, момын еркектерді қалайды. Көпшілік ортада көзге түскенді ұнатады. Бала тәрбиесінде тым қатал. Ал ерлердің жүйкелері жұқа болып келеді, тез ашуланады, қиық еткенге тыз ете қалатын шамшыл, бірақ аңқау, алдағанға тез көнеді, соңғы тиынын сұраусыз бере салатын жомарт, достыққа адал, алайда тез достасып
тез ұрсысады. Желтоқсан айында дүниеге келген жандар үшін өте сезімтал және көңілшек болады. Бұлайда туған ер адамдар ашуланғанда өзін-өзі ұстау қабілеті әлсірейді. Сондықтан болмашы нәрсеге қабақ шытып, айғай шығаратын әдеті бар. Олар ұрыншақ келеді. Жағымсыз жағдайлардың себепкері ретінде жиі көзге түседі. Бір қалыпты өмірде тез жалығады. Дос-жарандарының көп болғанын қалайды. Қызу қанды және өте нәпсі құмар. Әйелдер ашық мінезді, үйден гөрі түздің шаруасына бейім. Көпшіл бауырмашыл болады. Бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Сезімтал, қызуқандылығы да бар. Өкпені кешіре алмайды. Осы айтылған айлардың қайсысына мінез ерекшелігіңіз сәйкес келеді? Өзіңізді танып білген болсаңыз, психологиялық тест сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі қандай шығарылымдар күтесіздер? Соны да жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге Психобум арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.